біз сіздермен С тобының 627 есебін шығаратын боламыз 3-13 сабақтың. Ал дайын болсақ, енді есебімізді шығара берейік. Бірінші есептен бастайық. Бізде алымын және бөлімін жеке-жеке есептеп алуымыз керек. 8-тен 3 қосылған 12-ден 1 қосылған 6-дан 1. Мұнда 8, 12, 6-ға ортақ бөлім 24 береміз. 8-ге 3-тен дейді, 12-ге 2-ден, 6-ға 4-тен дейді. Сонда 9 қосылған 2 қосылған 4. Сонда 15 шығады екен. 15 нақ жақта 24. 24 пен 15-ті екеуін де 3-ке қысқартып аламыз. Мұнда 5, мұнда 8. Енді екінші амал. Ол бөлшектің бөлімін есептеуіміз керек бізде. Неге тең болатын? 3-тен 1 қосылған 6-дан 5. Бұл жерде 12, 3, 6-ға ортақ бөлім 12-ден болады. Сонда 12-ге 1-ден тисе, 3-ге 4-ден тисе, 6-ға 2-ден тиеді. 3-қа менде кешігіп жатыр. Сонда 1-ге қосамын, 4-ті қосамын, 10-ды. Сонда 15. 15 пен 12-ні екеуінде 3-ке қысқартып аламын. Сонда 4-тен 5. Енді бізге айтып тұр. Мына бірінші бөлшек бірінші бөлшектің алымы 8-ден 5. 8-ден 5 шығып тұр. Үлкен бөлшек сызығы, ал бөлімі 4-ден 5. Біздегі мына бөлшек сызығы ол бөлуді білдіреді. Алымдағы санды бөліміне бөл дегенді білдіреді. Сонда 8-ден 5-ті біз бөлуіміз керек 4-ден 5-ге. Енді бөлейік. 5 пен 5-ті қысқартамыз. Мұнда 1, мұнда 1. 4 пен 8-ті қысқартамыз. Мұнда 2, мұнда 1. Сонда бізде 2-ден 1 шығады екен. Бірінші есептің жауабы 2-ден 1. Енді екінші есеп. Екінші есептің берілген мынаны шығарамыз екінші есепте. Бұл жерде мына жерге бірден жазып кете берейік. Себебі менде симай алуы мүмкін. Қазір ортақ бөлім бізде 18. Ортақ бөлім бізде 18 болады, Мына 3-ке 6-дан тисе, 6-ға 3-тен тиеді, 9-ға 2-ден тиеді. Сонда 12-ден азайтамын 3-ті, одан азайтамын 8, 12-ден 3-ті азайтатын болсам, 9, 9-дан 8-ті азайтсам 1. Мынау бізде 18-ден 1 екен.
Ал енді 9, 12, 18 деген санға ортақ бөлім бізде 36. 9-ға 4-тен тиеді, 12-ге 3-тен тиеді, 18-ге 2-ден тиеді. Сонда 28, 28-ден азайтамын 3 көбейтілген 5, 15, 28 азайтылған 15, 15, 13, 13-тен азайтамын 10-ды, демек ол 3. 3 пен 36-ны қысқарып тастасақ, 3-ге 2-де 1, мұнда 12. Сонда бөлшектің бізде алымында 18-ден 1, ал бөлімінде 12-ден 1. Сонда біз 18-ден 1-ді 12-ден 1-ге бөлуіміз керек. Бөлуді көбейтуге алмастырып, 12-ден 1-ге кері сан жазамыз. 18 пен 12-ді екеуінде 6-ға қысқартамыз, мұнда 3, мына жақта 2. Сонда 3-тен 2 шығады екен. Енді 3-ші есеп мына жерге сыйдыруға тырысайын. Бірінші мынаны жазамыз, берілген көшірме қояйын, бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазып кете берейін. Бұл жерде 2/4-тен 1 деген 4-тен 9 деген бұрыс бөлшекке айналады. Оны көбейту керек біз. 1/3-тен 1-ге ол 3-тен 4 деген бөлшек. Оны көбейтемін 9-тан 8-ге. Сонда бізде 4 пен 4 қысқарады, 9 пен 9 қысқарады. Сонда бізде 3-тен 8 қалады екен. Алымы 3-тен 8. Енді бөлімін мына жерге жазайын. Мынаны бөліп қояйық. Так, 1/5-тен 1 деген ол 5-тен 6-ны береді. Оған көбейтемін 9-дан 4-ті. Көбейтемін 2/2-ден 1 деген 2-ден 5-ті. 5 пен 5 қысқарса, 4 пен 2 қысқарса, мұнда 1, мұнда 2. Мына жақта да 1/1-ден қалды. 9 пен 6 3-ге қысқарса, мұнда 2, мұнда 3. Басқа бізде қысқаратын сандар жоқ. Демек, мұнда 1, 3, 1-ді көбейтіп 3 деп жазам, 2, 2, 1-ді көбейтіп 4 деп жазам. Сонда бізде бөлшектің, мына бөлшектің 3-ші есептегі бөлшектің алымы 3-тен 8, ал бөлімінде 3-тен 4 болып тұр. Демек, мына бір-біріне бөл деп тұр. Мына ұзын бөлшек сызығына қараймыз. Бұл бөлуді білдіреді. Алындағы санды бөліміне бөл деген білдіреді. 3-тен 8 бөлінген 3-тен 4. Енді бөлуді ортаймыз бөлшектерді. 3 пен 3-ті қысқартамыз. 4 пен 8-ді қысқартамыз. Сонда бұл жауабы 2-ні береді екен. Мына жауабы 2. Енді келесі 28-ші есеп шығарайық. 28-ші есеп. Бірінші есебіміз 6a квадрат бөлінген 7b. Мына бөлуді бірден жерге көбейтіп жаза берейін. Сөйтемді бөлшектерді орындарын алмастырам. Яғни кері сан жазам. Кері бөлшек жазам. 21-ден 21b квадрат. Енді қысқаратын сандарды алайық. 21 мен 7 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 3. 3 пен 6 қысқарады. Мұнда 2, мұнда 1. Келесі а мен, мұндағы а мен а квадрат қысқарады. А квадрат деген 2а-ны білдіреді. А көбейтілген а деген білдіреді. Сонда біреусі қысқарып кетсе, бір а қалды деген сөз. Б квадрат дегенде дәл солай. Б көбейтілген б деген сөз. Сонда мына жақта б қалады. Сонда бізде сандардан
2 мен 3 қалды, оларды көбейтемін, 6 деймін. Әріптерден А мен алымында Б ғана қалды, А, Б деген. Ал бөлімі 1. Сондықтан тек қана алымдағы санды ғана жазамын. Алымдағы шыққан өрнекті. Енді екінші. 5-ді дан 8 С көп. С көп деген С деген сөз. Яғни 3 рет көбейтілген С. Бөлуді көбейтуге алмастыра салайын, бірден жаза берейін. 2 С квадрат. С квадрат деген С көбейтілген С. 15 Д квадрат. Д көбейтілген Д. Сонда 15 пен 5 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 3 Д мен Д қысқарады. С мен 2 мен 2 қысқарады. 8 пен 2 қысқарып, мұнда 1, мұнда 4 қалады. Сонда бізде не қалды? Сандардан 4 пен 3 қалды, 12, ал бөлімде 1. Сондықтан алым ғана жазам. Бөлімде әріптерден ешқандай әріп жоқ, бәрі қысқарып кеткен, ал алымында С мен 1 Д ғана қалды. С, Д демек. Келесі үшінші есеп. 16х квадрат деген 16х көбейтілген х деп жазайын. Мына жерде 5y. Көбейтілген 5 квадраты ол 25. 5 көбейтілген 5 ол квадрат деген. Көбейтілген y деді. 2-ның кубы дейді. 2-ні 3 рет көбейтеміз. 8 шығады. 8х. Сонда x пен x қысқартамын. 16 мен 8 қысқартамын. Екеуінде 8-ге қысқартамын. Мұнда 1, мұнда 2. 5 пен 25 қысқартамыз. Y пен y қысқарып кетеді. Сонда y-тер мүлде жойылады. Алымда ешқандай сан қалмады, тек қана бірлер ғана. Демек бөлімде тек бірлер, алымында 5 пен 2 қалды. Ол көбейтіліп 10-ды береді. Ал әріптен тек қана x ғана қалды. Демек 10x шығады. Енді 629-шы есепті қарайық. Бұл жерде теңдеуді шешімдерден келген. Бірінші есепте екінші азайғышты қарайық. Бұл жерде араластан болып тұр. Осы жерді бірінші түсініп алайық. Мына 1, мына үлкен бөлшек сызық ол бөлуді білдіреді. 6,4-тен 1 x кетеді. 1-ді бөліп алайық. 1-ді бөлеміз. Мына 4-тен 25. Мына ортада тұрған x ол алымына көбейтіледі деген сөз. Яғни 25-ке көбейтіледі. Мына аралассанды бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. Сонда 1-ді біз қандай да бір бөлшекке бөлген кезде ол бөлшектің алымы мен бөліміндегі сандар бір-бірімен ауысып түседі. Алымында тұрған сан бөліміне, бөліміндегі тұрған сан алымына кетеді. Яғни кері санға айналып кеткен. 1-ді бір бөлшекке бөлсек, кері сан шығады сол бөлшектің. Сонда мына жер 1 бөлінген x бірінші есепте азайтылған 4 бөлінген 25x. Бұл тең 25-тен 3-ке. Сонда ортақ бөлім 25x-тен кетеді. X ол итак екеуінде де бар. Сондықтан x-ның өзін жазамын. Мына жерде 1 бар. 1 бар деп есептеледі. Жасырын тұр. 1 мен 25-ке ортақ бөлім 25. Демек, мына жерге 25-тен деді. Мына жаққа 1-тен деді. Сол 25-тен 4-ті азайтсақ, ол 21. Мұнда 25-тен 3. Енді бізде біз алымдарын бірдей қылып алайық. Өйткені алымдар бірдей емес екен. 21, мұнда 3. Демек, біз 25-тен x деген бөлшекке тиіспейміз де 25-тен x-тен 21 деген бөлшекке. Ал мұнаны 7-ге көбейтейік. Сөзде бізде 25-ті 7-ге көбейтейік. Сонда мына екеу 21 мен 21 болады. Сонда бұлар жоқ деп ойлаймыз. Тек бөлімдерін ғана теңестіреміз. 25x тең 25 көбейтілген 7-ге. Сонда x тең болады
25 пен 25 қысқарып кетеді, 7 ғана қалады екен. Енді екінші есеп. Мына жерде де дәл солай жазып аламыз. 2 бөлінген x қосылған. Мына бұрыс бөлшекке айналдырсақ 2-ден 9 x болады мына жерде. Сонда мына 1-ді 2-ден 9 x-ке бөлсек, 2 бөлімінде тұрған еді, ол бөлшектің алымына кетеді. Ал 9x мына бөлшектің бөлімінде тұр, ол алымда тұр, ол бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Сонда 9x-тен 2 болады. 9-дан 4-ке тең дейді. Ортақ бөлім 9x болады. Мұнда 9-дан тиеді. 18-ге 2-ні қоссақ 20. Енді бізде алымдарын бірде қылып алайық. Бірінші бөлшек тұра берсін. Өйткені біз алымдарын 20-ға келтірейік. Ол үшін 4-ті 5-ке көбейтем. Яғни алымын да бөлімін де бірдей санға көбейтем. Сонда мына 20, мына да 20. 20 мен 20 жоқ деп ойлаймыз. Сонда тек қана бөлімдерін теңестіру ғана қалды. 9x тең 9 көбейтілген 5 ол. Сонда 9 мен 9 қысқарып кетеді. 9-ды нешеге көбейткенде тең болады 9 көбейтілген 5 дейді. Демек, мына 9 мен 9 бірсе ғой. Демек, мына x-ның орнына 5 тұр деген сөз. X тең сонда 5. Енді үшінші есеп. Мұнда да 1/2-ден 1x деген ол 2-ден 3 x-ке тең. Оны мынауына тең. Араласқанда бұрыс бөлшекке айналдырғанда. Енді біз 1-ді бөлеміз 2-ден 3x-ке деген кезде, сонда бізде 3x бөліміне түсіп кетеді. Алымда тұрған сан бөліміне түседі, бөлімдегі алымына кетіп қалады. Сонда бұл 3-тен 2-ге тең. 3x тең береді ортақ бөлімге. Мұнда 3-тен деді. 18-ге 2-ні қостық 20. Сонда мұнда 2, мұнда 3. Енді біз алымдарын бірде қылуымыз керек. Сол себепті де алымдарын 20-ға келтіреміз. 20 болу үшін алымында мына жерде 10-ға көбейту керекпіз. 2-ні 10-ға көбейтем. 3-ті де демек 10-ға көбейтем. Өйткені бөлшектің негізгі қасиеттерінде бөлшектің алымын да бөлімін де бірдей санға бөле аламыз да, көбейте аламыз да деп тұр. 3 көбейтілген 10. Мына жер 20. Сонда 20 мен 20 бірдей болып кетті. Тек бөлімдерін теңестіріп бірдей қылуымыз керек. X-ның орнына қандай сан болады? Әрине 3 пен 3 қысқарып кетеді. 3x тең, сонда 10-ға тең болады екен. Енді келесі 630-шы есепте 3 литр керосин мен 5 литр бензин 5,9 килограмм болады екен. Ал 5 литр керосин мен 3 литр бензин 6,1 килограмм. 1 литр керосин мен 1 литр бензиннің неше килограмм шығатынын табу керек дейді. Мынау x деген керосин болсын. Ал y бұл бензин болсын. Сонда 3 көбейтілген керосиннен неше килограмм бар екен білмеймін. Сондықтан x-ке көбейтем. Қосылған 5y. Осылардың салмағы 5,9-ды береді екен. Ал енді келесі 5 литр керосин, яғни 5x. 5 көбейтілген x қосылған 3 көбейтілген y. Бұл бізде 6,1 килограммды береді. Енді бізге әрқайсысы 1
1 литр бензин мен керосин неше килограмм екенін табу керекпіз. Бұл негізі теңдеулер жүйесі. Бұл теңдеулер жүйесін 6 сыныптың тақырыбы болып табылады. Сол кезеңде шығарып үйренесіздер. Бұл енді С тобының есебі болғандықтан С тобында осындай есеп беріліп көпті. Енді бұл жерде біз осы теңдеулердің теңдіктің оң жағын мен сол жағын бір-біріне қосамыз. Яғни оң жағын оң жағына, сол жағындағы сандарды сол жағына. Сонда 3х-ті 5х-ке қоссам 8х. Ал 5y-ті 3y-ге қоссам, қосу таңбасы бөлініп кетті. Онда да 8y болады. Сонда бұл тең. Теңнен кейінгі сандарды қосуымыз керек. 5,9-ға қосамын 6,1-ді. Сонда мына жерде 8-ді жақшаны сырттан шығарып жіберсек, x қосылған y қалады. Мұнда мына 11-ге, мына 5-ке 6-ны қоссақ 11 бүтін. Ортақ бөлім 10. Өткен бөлшектердің бөлімдері бірдей. 9-ға 1-ді қоссақ 10. Демек, мұна бізде 12-ні береді. Бұл 12. Өткен 10-нан 10 деген ол 1-ді береді. 1-ге 11-ді қостық 12 болды. Сонда x плюс y дегеніміз 12-ні 8-ге бөл деген сөз. Не үшін бөліп отырмыз? Себебі мұна көбейту, мұна бетке бөлу болып өтеді. 12 мен 8-ді қысқартамыз. 4-ке қысқартсақ мұнда 3, мұнда 4-ке. 4-ке қысқартсақ мұна жақта 2, мұна жақта 3. Сонда x плюс y ол 2-ден 3 деген сан. Енді осы жерде x дегеніміз ол 2-ден 3 азайтылған y-ті береді. Енді осы өрнекті апарып, мына жерге апарып қоямыз. Бірінші теңдеуге 3 көбейтілген x-ның орнына 2-ден 3 азайтылған y деген мәнді қоямыз. Қосылған 5y. Ол тең 5,9. Сонда мына жақшаны ашуым керек. 3-ті 2-ден 3-ке көбейтем. Қысқаратын сандар жоқ. 2-ден 9 болады. Азайтылған 3-ті y-ге бөлсем 3y болады. Қосылған 5y. Тең осы 5,9 деген санға. Енді қараймыз. Мына 5y-тен азайт деп тұр 3y тұр. Ол бізде 2y деп берсе, мына 5,9-дан азайтамыз 9-дан 1. 9-дан 1 деген 4,2-ден 1-ді береді. Сонда бізде ортақ бөлім 10 ол. Мына жаққа 1-ден тисе, мұнда 5-ден тиеді. Бүтіннен бүтінді азайтсақ 1 бүтін болады. 5-ден 4 азайттық 1 бүтін болды. 9-дан 5-ді азайттық 4 болды. Енді мұна екеуі қысқарады. Бізде мұнда 2, мұнда 5. Сонда y-ті табу үшін мен 1 бүтін 5-ден 2-ні бөлемін. Араларды көбейту ғой, мұна жаққа бөлу болып түседі. Сонда 5-ден 7 көбейтілген, мына бөлу көбейтуге алмасақ та 2-ге кер санды көбейтеміз. Ол 2-ден 1, сонда 10-нан 7 болады екен. Y деген бізде не еді? Ол y бензин еді. Сонда бензин мына жағы тең. Ал енді бізге керосин табу бар. Ол үшін енді не жерге жазайын? Жоқ деп ойлаймын. Тең 2-ден 3-ден y-ті азайт деп тұр ғой. 2-ден 3 азайтылған 10-нан 7. Ортақ бөлім 10.
мына жаққа 5-тен тисе 15-тен 7-ні азайттық 8. Бұл деген сөз екеуі 2-ге қысқарады да 5-тен 4 дегенді білдіреді. Сонда жауабы бізде керосин ол X қой. Керосин 5-тен 4 килограмм екен. Ал бензин 10-нан 7 килограмм. Осымен есебіміз бітті. Келесі 631-ші есепке қарайық. Мұнда 631-ші есепті шығаратын боламыз. 3 гүлзарға отырғызу үшін гүл көшеттері әкелінді. Әкелінген гүл көшеттердің 3-тен бірі бірінші гүлзарға, қалғанның 3-тен бірі екіншісіне, одан қалғанның 3-тен бірі үшіншісіне отырғызылған дейді. Және тағы да одан кейін 24 түп гүл көшеті қалды дейді. Барлығын табу керек және әр гүлзарға неше көшеттен отырғызылған табу керек біз. Ал енді жазайық. Бірінші бізде бірінші гүлзарға 3-тен 1 көшет әкелінген екен, отырғызылған екен 3-тен 1. Демек 3-тен 1 x көбейтілген x дейміз. Ал ол x дегеніміз ол барлығы. Барлығының 3-тен 1 бөлігі дегенді біз 3-тен 1 x деп жазамыз. Екінші есепте екінші гүлзарға қалғанның, яғни 1-ден азайтамыз. Осы 3-тен 1-ді сөйде қалғанын тауып аламыз. Бірінші 3-тен 2 бөлік қалды. Осы 3-тен 2 бөліктің 3-тен 1-і, яғни осыны тақта 3-тен 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 9-дан 2 бөлік шығады екен. Барлығының 9-дан 2 бөлігі. 9-дан 2 x отырғызылған екен. Енді үшінші гүлзарға одан қалғанның, бізде мынау қалған еді, осыдан мұнан азайтып тастаймыз. 3-тен 2-ден азайтамыз. Мына екінші гүлзарға 9-дан 2 бөлік отырғызылды ғой. Сол 9-дан 2-ні азайтып тастаймыз. Сонда 9-дан әрге 3-тен беріледі. 6-дан 2-ні азайттық 4. 9-дан 4 бөліктің 3-тен 1-і. Қалғанның енді тағы да 3-тен 1 бөлігін табамыз. 9-дан 4 бөлік көбейтеміз 3-тен 1-ге. Сонда 27-ден 4x болады екен. Осы үшінші гүлзарға отырғызылған. Сол кезде енді одан кейін үшінші гүлзарға отырғызылғанда тағы 24 түп қалды дейді. Енді одан кейін қалған бөлігін табуымыз керек. Ол үшін 9-дан 4-ден 4-шісіні азайтамыз. 27-ден 4-ті. Сонда мұнда 3-тен тиеді. Өйткені ортақ бөлім бізде 27 болады екен. 12-ден 4 азайттым 8. Сонда осы бөлік, мына бөлік бойынша 27-ден 8x, ал осының сан мәні 24-ке тең дейді. Яғни осыны 24-ке теңестіреміз. 8 не жерде 27. Мына 27. 27-ден 8x тең осы 24-ке. Сонда бізде мына x-ті табу үшін
немесе мына x-ті мына жерге жазайықшы, сіздерге сонда түсінікті болады. Өшіргішпен өшіріп аламын. Мына x мына жерде тұрады, бастапқыда. Оны не алымдағы санға да көбейтсек те болады, ортада тұрған x-ті. Енді бір санды x-ке көбейтеміз. Ол тең 24 деген теңдеу, иә? Сонда x-ті табу үшін біз 24-ті бөлеміз осы x-ның алдындағы санға, бөлінген 27-тен 8-ге. Сонда бұл тең 24 көбейту 8-ден 27-ге, 8 пен 24 қысқарып, мына жақта 3 болса, сонда 3-ті 27-ге көбейтемін, бұл бізде 81 екен. Сонда жауабы барлығы 81. Ал енді бізге жеке-жеке әр гүлзардағын табу керек. Бірінші гүлзар ол 3-тен 1 x дедік. Демек 3-тен 1-ді көбейтемін 81-ге. Сонда ол 27 болады. Бірінші гүлзарға 27 түп отырғызылған екен. Енді екінші гүлзарға 9-дан 2 x деп қойғанбыз. 9-дан 2-ні 81-ге көбейтеміз. Сексен бір мен 9 қысқарады, мына жақта 9 бол, 9-ды 2-ге бөлттім, 18. Сонда екінші гүлзарға 18 топ отырғызылған. Ал енді үшінші гүлзарға 27-ден 4x деп қойғанбыз. 27-ден 4-ті демек көбейтеміз 81-ге. 27 мен 81-ді қысқартамын. Мұнда 3-ті 4-ке көбейтемін 12. Міне, сонда біріншіге 27, 18, 12 қосатын болсақ 30, 57, 57, сосын 3 гүлзарға отырғызылды, тағы 24 тағы қалды деп тұр. Демек, жаңа 57-ге 24 қосақ, мұның барлығы 81 шығып тұр. Жауабы осы бізде. Ал барлығы ол 81. Осымен есебіміз бітті. Енді келесі есепке көшейік. 632 есепте машина 1 сағатта 2 қалары қашықтығының 4-тен 1 бөлігін және 10 километрді жүрді. Машина 2 сағатта одан қалған қашықтықтың 5-тен 2-сін және 12-ні жүрді. Машина 3 сағатта қалған қашықтықтың 3-тен 2-сін және 10 километр жүргенде қалаға 20 километр қалды дейді. Екі қаланың арасын табыңдар дейді. Және 2 сағатта неше километр жүрді дейді. Енді біз бұл есепті ең артынан бастап шығарамыз. 10 километр жүрді және тағы да 20 километр қалды дейді. Демек 10-ға 20-ны қосып аламыз. Бізде 30 километр, Енді бізде 3-тен 2-сін жүргеннен кейін тағы 10 километр жүрген дейді. Демек, ол қалған қашықтықтың 3-тен 2-сі. Онда біз бірден азайтып тастаймыз осы 3-тен 2-ні. 3-тен 1 белгілі бір жаңа қашықтықтың 3-тен 1-і 30-ға тең. Демек, біз 30-ды осы 3-тен 1-ге бөліп аламыз сол қашықтықтың өзін табу үшін. Сонда 30-ды 3-ке көбейту керек болады. Демек, ол 90. Енді 90-ға 12 километрді қосамыз мына жердегі. Мына бірінші.
екінші жерге 90-ға 12 километрді қосатын болсақ 102 километр. Енді айтады 102 километр 5-тен одан қалған қашықтықтың 5-тен 2-сі. Демек, біз осы 102 деген сан ол ненің 5-тен 2 бөлігі. 5-тен 3 бөлігі. Бұл белгілі бір қашықтықтың 5-тен 3 бөлігін құрайды екен. Демек, бізге сол қашықтықтың өзін табу керек. 102-ні бөлеміз. Осы 102 деген сан бір белгілі бір қашықтықтың 5-тен 3 бөлігін береді. Сонда ол қай қашықтық, қандай қашықтық? Соны білу үшін 102-ні 5-тен 3-ке бөлеміз. Сонда 102 көбейтілген 3-тен 5 болады. Қысқартамыз. 34-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда 170 бізде 170 километр. Енді үшінші 170 километр тағы да 10 километр бар екен. Сонда 170-ке 10-ды тағы қосамыз. Онда қоссақ 180. Енді осы 180 деген сан белгілі бір қашықтықтың 4-тен 3 бөлігін құрайды. Ол қандай қашықтық бізде? Соны тауып алуымыз керек. Яғни 180-ді біз бөлеміз 4-тен 3-ке. Көбейтілген 3-тен 4-те ол. Сонда бізде на екеуі 60 болады. 64-ке көбейтсек 240. Сонда барлығы екі қаланың ара қашықтығы бізде 240 километр болады екен. Сонда жауабы екі қаланың ара қашықтығы бірінші сұраққа. Жауабы бірінші сұрақтың жауабына бірінші сұрақта. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ 240 километр. Екі қаланың ара қашықтығы 240 километр. Ал енді бізге екінші сағатта неше қашықтықта жүрген табу керекпіз. Ол үшін бізде былай жасай салсақ болады. 170 екінші қашықтық екінші сағатта 170-ті көбейтеміз 5-тен 2-ге және 5-тен 2 қалған қашықтықтың 5-тен 2-сін және 12 километр жүріп деп тұр ғой. Және оған қосамыз 12-ні. Сонда мына екеуін қысқартамыз. 34-те 2-ге бөлдік 68-ге 12-ні қостық 80 километр. Сонда екінші сағатта екінші сұрақтың жауабы 80 километр екен. Сіздер бұны түсінсеңіздер комментарийге жаза кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңізді де комментарийде сұрасаңыздар болады, жазып кетіп. Сонда мына біздің есебіміз шығарылды. Енді келесі 633-ші есеп. 633-ші есепте кешірім сұрайын. 633-те орам матадан көрпе тұстар, жаймалар және жастық тұстар тігілді деді. Көрпе тұстар орамның 5-тен 2-сінен 6 метр кем, ал жаймалар қалған орамның 5-тен 3-не 4 метр кем матадан тігілді. Одан соң қалған матаның 4-тен 3-нен 3 метр кем орамнан
жастық тыстар тігілгенде орамда 10 метр мата қалды дейді. Барлығы неше метр мата болған және көрпе тыстарға неше метр мата кетті дейді. Бірінші біз былай жасаймыз, 10 метр мата қалды, онан 3 метр кем деп тұр ғой. Сонда 10-нан 3 азайтамыз. 7 метр. Ал енді бізде мынау 4-тен 3 қалғанын 4-тен 3 бөлігі, онда бізде не 1-ден 4-тен 3 азайтуымыз керек. Бөлікті бөлу ғой, 4-тен 1 бөлік. Енді осы 7 метрді бөлеміз 4-тен 1-ге. Осы 7 деген сан ненің 4-тен 1 бөлігі болып тұрған табу үшін. Сонда ол 28 болады. Өйткені мына 4-тен 1-ге керіс сан ол 4 болады, 4-ті 7-ге көбейтіп кетеміз, 28 сан. Енді келесі 5-тен 3 нен деп тұр. Демек 1-ден азайтамыз біз 5-тен 3 бөлікті. Ол бізде 5-тен 2-ні береді. Енді 28-ді бөлеміз 5-тен 2-ге. 28 деген сан ненің 5-тен 2 бөлігі. Сонда 28 көбейтілген 2-ден 5. 14-ті 5-ге көбейттік. Так. 4 метр. Так, мына жерде 28 емес, мында 28-ден біз 4 азайтуды ұмытып кетіппіз ғой. 4. Мына екен 4 метр кем мата тігілген деп тұр ғой. Бұл жерде 24 болады. Енді бізге 24-ті бөлеміз. 24 болу керек еді. 24. 28 емес. Енді мына жер 24 болады. 24, сонда 2-ге 12, 12-ні 5-ге өтті 60. Енді ары қарай 60-тан енді тағы да мынау сияқты жаңа біз 4 азайттық қой, енді 6-ны азайтамыз. 60-тан 6-ны азайтамыз. 54. Енді 1-ден 5-тен 2-сін азайып тастаймыз. 5-тен 2-ні 5-тен 3 бөліп. Сонда 54-ті бөлеміз 5-тен 3-ге. Сонда 54 көбейтілген 3-тен 5. 54 пен 18 3-ті қысқартамын. Мұнда 18-е. 18-ді 5-ге көбейтемін. 90. Сонда барлығы 90 метр орам болған. Барлығы 90 метр. Ал енді бізге көрпе тыстар неше метр тігілген деп тұрған. Көрпе тыстар мына жерде орамның 5-тен 2-сінің, яғни 90-ның 5-тен 2-сінен 6-ға кемдейді. Демек, одан азайтамыз 6-ны. Сонда 90 мен 5-ті қысқартатын болсақ, бір мұнда 18, 18-ті 2-ге көтті, 36, 36-тан 6-ны азайттық. Демек, 30 метр мата болады екен. Мына 30 метр екен жауабы. Сонда мұны көрпе тыстарға 30 метр мата жұмсалған. Енді 634-ші есеп. Бұл жерде баласы әкесінен сіз неше жастасыз деп сұрайды. Әкесі оған, егер менің жасыма, яғни оның жасы X болсын, әкесінің жасы.
оның жасыма тағы осы жастың жартысын дейді. Жартысы деп тұрған x бөлінген 2 және ширегін дейді. Қосылған ширек деген ол 4-тен 1. Яғни x-тің 4-тен 1 бөлігі x бөлінген 4, я? Және 1-ді қоссам, қосылған 1. Ол 134 деген 134 болады дейді. Енді әкесі неше жаста екен табайық. Онда бізде мына әріптер тұр, я? Осыларға ортақ бөлім беріп аламыз, бірінші қосып аламыз. Онда 4-тен дейді, себебі астында 1 бар. 1, 2, 4-ке ортақ бөлім 4. 2-ге 2-тен дейді, 4-ке 1-тен дейді. Сонда 4x қосылған 2x, 6x, 6x, 1x, мына жерде 1 бар жасырын. 1x қоссақ 7x болады. Қосылған 1 тең 134-ке. 4-тен 7, не жерге x деп қойсақ та болады. Мынау алымдағы x-ті ортасына да жазуға болады. Енді 134-тен 1-ді азайтып тастаймыз, 133 болады. Не үшін 1-ді азайтамыз? Мына плюс 1, мына жаққа минус болып кетеді. X-ті табу үшін 133-ті бөлеміз енді 4-тен 7-ге. Себебі x-ке бір сан көбейтіліп тұрса, ол сан мына жаққа бөлу болып түседі. Сонда 133 көбейтілген 7-ден 4. Екеуміз қартам 1, 63, 63 ол 9-ға 7-ге бөлсек 9 жетеді, 9-а жетеді. 19-ды 4-ке бөлдік, 76. Сонда әкесі 76 жаста. Жауабы сонда 76 жас. Әкесі 76-да. Енді келесі есепті шығарайық. 635 есеп. Көрші 3 үйдің біріншісі 5 қап, екіншісі 3 қап ұн сатып алды. 3 үй оны теңге бөлісіп алды. Үшінші үй иесі 7200 теңгені бірінші үй мен екінші үй иелеріне берді дейді. Оның мөлшеріне қарай. Бірінші үй иесі неше теңге ақша алды дейді. Және екіншісін табыңдар дейді. Бізде 3 үй бар екен. Бірінші үй, екінші үй, үшінші үй. Наглядно көрсету үшін сіз бірінші үй 5 қап алған, және үшінші үй 3 қап алған. Сонда барлығы неше қап болды? 5 қосылған 3, 8 қап алынған. Барлығы 8 қап ұн бар. Енді осы 8 қапты 3 үй теңдей бөлісіп алды дейді. Демек 8-ді біз 3-ке бөлеміз. Сонда 8 бөлінген 3, ол бөлшек түрде жазатын болсақ, 2 бүтін 3-тен 2. Сонда әр үй 2 бүтін 3-тен 2 қаптан алды деп есептейміз. Сонда мынауды 2 бүтін 3-тен 2 теңдей бөлісті ғой, теңдей бөліскенде мынауды 2 бүтін 3-тен 2 қап алды. Мынауды 2 бүтін 3-тен 2 алды. Енді мынау үшінші үй, мына 2 үйге ақша берді. Ақша берді, 7200 теңге берді. Енді бұлар бөлісіп алу керек қой, өзара қанша теңгеден бөлісіп алатынын табуымыз керек. Ол үшін біз былай жасаймыз. Мынау 5 қап алды ғой. Сол 5 қаптан азайтып тастаймыз. 2 бүтін 3-тен 2-ні. Сонда бұл 5 деген ол 4 бүтін 3-тен 3 деген сан. Осыдан азайтамыз 2 бүтін 3-тен 2-ні. Сонда 2 бүтін 3-тен 1. Бұл сонда 2 бүтін 3-тен 1 қапқа артық төлеген екен ақшасын. Ал мына 2 бүтін 3-тен 2 и так өзі төлеу керек ақша еді, ал мынаған тағы да артық төлеген. Ал енді екінші 3-тен азайтамыз 2 бүтін 3-тен 2. Сонда
3 дегенді 2,3-тен 3 деп аламыз да, одан азайтамыз 2,3-тен 2-ні, сонда бұл 3-тен 1. Сонда қарасам, мына екінші үй өзіне 2,3-тен 2-ні и так алады ғой өзінің ақшасына, және 3-тен 1 қапқа артық төлеген. Енді осыны, енді ақшаларында не істеуіміз керек, қалай бөлісетінін табу үшін. Мынаған артық төлеген, мына бірінші үйдің артық төлеген ақшасы. Сонда ол артық төлеген ақшаны олар неден өнімдіріп алады? Мына үшінші үйден 7200 теңге алу керек. Енді әрқайсы қаншадан бөлісетінін табу үшін, мыналар, мысалы, білмей тұрмыз қаншадан бөлісетінін, сондықтан мыналарға x қоямыз. Осылардың ақшасы, яғни 3-тен 1, 2,3-тен 1 x қосылған мына ақша, бірінші үйдің алатын ақшасына, екінші үйдің бөліп алу керек ақшасы. Осы 7200-ге тең. Сонда бізде мұнда 2,3-тен 2 болды. 3-тен 2 x тең 7200. Бұл 3-тен 8 x 7200-ге тең. Сонда x-ті тауып аламыз. 7200-ті бөлуіміз керек біз 3-тен 8-ге. Сонда жауабы мына жаққа жаза берейін. X тең дұрыс жазадық па? 2-тен 8. Дұрыс екен. 2700, 2700 теңге. Енді әр үйдің нешеден алатын табу үшін осы артық көбейтілген. Артығын ғой, осыған бірінші үйдің алатын. Мына бірінші үйдікі 2,3-тен 1-ді көбейтеміз 2700-ге. Сонда бұл 2,3-тен 1-дегі 3-тен 7 ғой, 3-тен 7-ні көбейтеміз 2700-ге. 900-7-ге бөлсек 6300 теңге алады екен. Ал енді екінші үй 3-тен 1 көбейтілген 2700. Сонда ол екінші үй 900 теңге алады екен. Сонымен болды, есебіміз бітті. Енді 636-шы есеп. Дүниежүзіндегі ең терең көл Байкал көлі. Ақпараттық көздерден Байкал көлінің тереңдігін тауып жазып алыңдар дейді. Бізде эхолоттан шығарылған дыбыс неше секундта Байкал көлінің түбіне жетіп және кері қарай қайтады деп тұр. Бізде жаңағы Байкал көлінің тереңдігі ақпарат көздерден тауып аламыз. 1620 метр екен. Ал енді бізде дыбыстың жылдамдығын жоғарыдағы мына жерде беріп қойған. Жылдамдық керек қой бізде. Мына мұхиттардың, теңіздердің, көлдердің тереңдігін эхолотты пайдаланып табады дейді. Эхолоттың шығарылған дыбыс теңіз түбіне жетіп, одан шағылып кері қайтады. Дыбыстың суда таралу жылдамдығы 1500 метр дейді. Кез келген жаңағы жердегі мұхит, теңіз болсын, сол жерде эхолотпен оның тереңдігін есептейді. Себебі полный бізде тереңдік мұхит болса, ол ең түбіне шейін неше метр екенін сүңгуірлер мына түбіне шейін жете алмауы мүмкін ғой. Сол себепті де аппаратты пайдаланады. Бұл жердегі аппарат арқылы дыбыс жібереді. Дыбыс мына жаққа барады, қайтадан келеді.
қайтадан қайтады мына жаққа. Сонда дыбыс бізде 2 жол жүреді екен. Сонда бізде так уақытты есептеңдер дейді. Қанша уақытта қайтады дейді. Бұл жерде уақытымыз жол жүреді ғой, ал жолымыз бізде 2s-ке тең болып тұр. Жолды біз т-ға бөлеміз, жылдамдыққа бөлеміз, ал біздің жолымыз 2s, себебі барады, сосын барып қайтады. Сол кезде 2 жол жүреді екен, 2 еселенген жол. Сонда бізде т тең 2 көбейтілген 1620 бөлінген 1500. 0 мен 0-ді қысқартып тастасақ, мына 2 мен 150-ді қысқартсақ 75, мына жақта 75 пен 162-ді қысқартсақ, 3-ке қысқартсақ 54, мына жақта 25. Сонда бұл 25-тен 54, яғни 2,25-тен 4 секунд. Яғни бұл Б жауабында тұр. Енді екінші есеп шығарайық. Дүниежүзіндегі мұхиттың ең терең жері Тынық мұхиттағы Мариан шұңғымасы. Осы Мариан шұңғымасының түбіне эхолоктан жіберілген дыбыс Т тең 14,3 секундта қайтып келеді дейді. Енді осы тереңдікті табыңдар дейді. Бізде жылдамдық бар ғой, бұл эхолог арқылы дыбыстың суда таралуы 1500 метр секунд жылдамдықпен. Енді бізге тереңдігін табыңдар дейді. Ал енді S табу үшін біз не істейміз? Бұл жерде мына суретке қарасақ, эхолог мына дыбыс қанша уақытта қайтып келеді? Ол 2 рет жол жүріп қайтып келеді. Бірінші, мына жерден неқашен барады, және одан кейін қайтады. Сонда тыны біз мына формуламен есептейміз. Бұл физикада бар формула. 2s бөлінген v деген. Себебі 2s деп тұрған мына барады, қайтады ғой. Сондықтан 2s болады. Сонда s-ті осы жерден өрнектеп алсақ, v-ті бөлінген 2 болады екен. Сонда 1500 көбейтілген 14,3-2 деген сан, 14,3-2 бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 14 3-ке бөлсе 42, 44 болады. 2-ні қосқан кезде енді 2-ке бөлу керек деп тұр. Мына 2 бізде 500 болады. Екі мен 500 қысқартсақ 250. 250-ді көбейтеміз 44-ке. Ол бізде 11.000 болады. 11.000 метрді құрайды. Сонда жауабы 11.000. Осымен, құрметті оқушылар, біздің есебіміз аяқталды. Сіздерге есеп түсінікті болса, каналға лайк басып, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның сілтемесімен достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарийде түсінбеген есептеріңіз болса жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.